Nasibinin мәңгі ұстазлайы құрметке қабылда бол әнді шәкіртіңнің алғысы деп айтқан жүректен. Өзіміздің үйім 2-3 үйім істеп тұрдым екен. Сондықтан кешегі алдымыздағы шәкірт болдыр, басқарып отырсыңдар, жұмыс істеп отырсыңдар. Мәди Бақтыбекұлы класс жетекшісі болған класста мен бір сыйлы, балалар сыйлайтын осы Мәди қатты. Орындарға алып жатыр деп қуанып жатам, өзі мектептінде осы фейсбуктан көріп, анда көріп, соцсетте былай естіп қуанып жатырмыз. Сондықтан көп рахмет. Сізге арнап шығарған арнамды қабылдаңыз. Ұстазына мектептің жүрегісіз, сіз біз үшін қымбатсыз, білемсіз. Әрқашанда білімді алға қойған оқушының анасы тірегісіз. Ұстазына жансыз ғой жүрегі кең, баланы тәрбиелейтін білімменен. Сіз біздің екінші анамызсыз, сізге орын жүрегімнің тек төрінен. Ұстазына махаббатпен жаралған, есім оның 5 әріптен құралған. Балаға тек жақсыны үйретеді, білімпаздық, еңбекқорлық сан алуан. Мұғалім мамандығын таңдаудағы басты себебі. Басты себеп дегенде енді өзім мектепте білімге құштар болдым. Мектептен сондай өз мамандығым орыс тіліне жетік болдым. Сондықтан енді сол орыс тілі факультетіне барғаннан кейін хотя мүмкіндік болды қалада қалып жұмыс істеуге. Ауылға келіп, өз ауылымда, өз мектебімде балаларға білім берсем деген сондай ниет болды менде. Арман болды, мақсат болды. Сондықтан сол мұғалімдік жолды таңдадым. Ұстаздарым үлгі болды. Мектепте бұрын істеген Ольга Ивановна деген, Мадина Жұмағазиновна болды. Қабылбек Касович деген баланы үлкен жүрекпен сүйетін кісілер болды. Сол кісілер маған үлгі болып, сол ұстаздық мамандық таңдадым. Осы жолға түсуде сізде басыңызға қиындықтар туды ма? Және сол қиындықтар туған кезде сізге кім демеу болды? Енді қиындықтар болғанда әрине ондай ұжымда істегеннен кейін коллектив, қасымдағы бірге жүрген жолдастарым, мұғалім ұстаздар, бірімізге біріміз көмектесіп, сондай кереметтей қиындықтар көрдім деп айта алмаймын. Әріптестерім көмектесіп отырды ондай қиындық туған кездерде. Және шәкірттерім, ата-аналарға да рахмет айтам. Мен ұстаздық еткен, класс жетекшілік еткен сыныптың балалары, ата-аналары сондай бір ұйымшыл, не нәрсеге де бейім болатын. Сондықтан сол қиындықтарды бәріміз бірге жеңдік. Өмірде не түйіндіңіз? Өмірде түйіндегенім адал еңбек ету керек, ел сүйеу керек, айналаңдағыларды сыйлау керек. Сонда өзіңе де солай сый құрмет болады деп ойлаймын. Және соңғы сұрағым, жастарға деген бір өзіңіздің тілегіңізді айтарыңыз. Енді мына заман қазір өзгеріп кетті. Мынандай заманда әрине жастарға не тілейміз? Жастарға болсын, кімге болсын тілейтінім заманымыз тыныш болсын екен, еліміз аман болсын екен. Сол тыныштықтың арқасында міне қазіргі беріліп жатқан мүмкіндіктер өте үлкен. Білімге құштарлықтарыңды көбейтіп, елімізді өркендететін, осы Қазақстанды алға тартатын жақсы мамандар шықса екен деп ойлаймын. Ол үшін не істеуіміз керек? Сапалы білім алуымыз керек. Ерекше мектебіме де осылай бәрімізге, ардагер ұстаздарға көңіл бөліп жатсыңдар. Біздің көрген сый құрметіміз берсін сендерге, қиындықтарымызды көрсетпесін. Құдайға тәубә, жұмысты бастағаннан президиумда отырып, енді өздерің көрдіңдер, аудан бойынша да сый құрметпен өттік. Сол сияқты сендерге сондай бізден артық, ұстаздан шәкірт озған дегендей, бізден артық атаға абырой берсін, дендерің сау болсын, жанұяларың аман болсын, мынандай шәкірттер көп болсын, биіктен көрінетін, мектебіміздің мәртебесін көтеретін, туын желбірететін. Сендер сол балалардың арқасында, еңбектерінің нәтижесінің арқасында осындай сый құрметке бөлен жүре беріңдер. Көп рахмет.